Сәлем, бұл балмыздақ, мен Алина. Біздің мамандық таңдауға қатысты постымызға әртүрлі пікір жазылды. Осыған байланысты психолог Гүлжан Амангелдиевамен сөйлесіп көрдік. Тақырып: мамандық таңдаған кезде ата-анамен қалай сөйлесу керек? Қорқпай ата-анасымен жаңағы мамандық таңдайтын кезде, ал неге ондай? Неге сіздер олай ойлайсыздар? Маған мысалға 5 жақсы жағын, 5 жаман жағын осы мамандықтың айтып беріңіздерші. Жарайды, онда бірге осы мамандықта істеп жүрген специалистермен сөйлесейікші, тауып беріңіздерші, көмектесіңіздерші деген балалар жақтан да талап болу керек. Талап дегеніміз ол ата-аналарға кішкене өзіне жақын жолдарды көрсету. Өйткені бала ата-анасының басында не болып жатқан білмейді, ата-ана баласының басында не болып жатқан білмейді. Бұл жерде тек қана ашық диалог қана көмектеседі. Ал егер де жасөспірім ата-анасынан қатты тым қорқатын болса, мүмкін жолдастарымен бірге келеді. Мүмкін оның қасында отырған туысқандары бар шығар, әпкесі бар, ағасы бар, тәтесі бар, жездесі бар, жеңгесі бар. Өзіне бір көмекші іздеу керек. Жеңгет немесе жезде, аға, маған көмектесіп жіберіңізші. Міне маған әке-шешем жаңағы инженер бол деп жатыр. Инженер болғым келмейді. Мүмкін сен маған көмектесесің, мүмкін айтасың, сен көп тұрсың ғой, мен тек қана білмеймін, актер болатын жағым көптеу, ол арманым сол. Немесе жазу жағынан мен жақсы едім, тіл жағынан бай едім, инженер менен шықпайды, мен математикаға жоқпын, анаған жоқпын, мүмкін сен де айтып көрерсің, көмектесші деген сияқты өзіне қолдаушылар іздеу керек. Осы жасөспірімдерге айтатыным, ол ең біріншіден өз позицияларын ұстап отыру керек. Ұстап отыру дегеніміз ол қатып қалу емес, түсіндіру ата-анасына. Мен мынандай мамандық таңдадым, мынаны білдім, мына адамдармен сөйлестім, мен осыған түскім келеді, оның мынандай 5 жақсы жағы бар екен, 5 жаман жағы бар екен деген сияқты. Ата-анасына да егер жоқ, сен мынаны таңдама, сен осыныған бол, мен білем, сен білмейсің деген кезде, мүмкін ол кезде де жақсы, сіздер тыңдайық, онда сіздер оны қалай аргумент жасайсыздар, қандай фактілеріңіз бар, фактімен сөйлейікші деген сияқты. Мен де үлкен адам сияқты, сіздер де үлкен адамсыздар, онда бір сатыға түсіп бірге сөйлейік деген сияқты. Бірақ кейде жасөспірімдеріміз ата-анасының көрген кезде бір сөз де айта алмай қалады. Ондай кезде хат жазуға болады, SMS жазуға болады, WhatsApp-пен сөйлесуге болады. Әрине, жан-жағына қарап кім көмек бере алады, солармен бірге өзіне күш жинап көру. Ата-анасымен сол арқылы көпір жасау керек болып тұр ғой, сонда оларға сөйлесу үшін сондай адам табу керек, немесе сондай жолдарды табу керек. Психологтарға барса болады. Ондай кезде жолдастары да көмек береді. Мүмкін қасына жолдас келіп отырса, әке-шешесі жаңағы ашуланбайды, мен сөйлей аламын деген сондай да жағдайлар болады. Оның барлығын қолдана білу керек. Ең бастысы тырысып, өкпелеп кетіп қалу емес, немесе керісінше, ал жарайды, міне сендер маған осы мамандықты таңдадыңдар, мен сендерге көрсетемін онда деп қырсыққаннан ол оқымай да кетуі мүмкін, тым өмірге қызығушылығы немесе тәртібі тым өзгеріп кетуі мүмкін. Сонда қарсылық көрсете бастайды жасөспірімдер. Осының барлығын болмас үшін ата-анасымен диалог құруға тырысу керек. Интернет желісіне қараса, ол жерде де өте көп жаңағы советтер беріліп жатады, содан алса болады. Бірақ ең бастысы ата-анамен сөйлесіп көру, жаңа мен айтып кеткен жолдарды қолданып көру. Өмірде мамандықпен ғана өмір аяқталмайды, ол тек қана басталады. Көптеген адамдар мысалы 50 жасқа келіп жатады, мамандықтарын өзгертіп жататын адамдар да бар. Сондықтан да өмір әлі алда, бірақ ертерек бастаса, онда өз армандарына ертерек жетеді. Ол мүмкін қазір 15-17 жасымызда мүмкін мысалға
білмеймін, мұғалім болғыңыз келеді, ал ата-аналарыңыз мысалға жоқ, сен финансист бол деп айтады. Мүмкін сіз 20 жасқа келген кезде, 20-дан асқан кезде ойыңыз өзгеретін шығар. Мүмкін сіз финансист емес, мұғалім де емес, сіз мүмкін модельер болғыңыз келеді. Ондай жағдайларда көп. Сондықтан да дәл қазір мамандық таңдауға байланысты осы мамандықпен мен өмір бойы жолда кетем деген ол дұрыс емес. Ол мүмкін бұрын сондай болған шығар, бірақ қазіргі заманымызға байланысты біз мамандығымыз түрлі өзгеріп жатады. Бұрын мысалға психолог тек қана кабинетіне қабылдаса, енді онлайн қабылдайды, видеоконференция жасайды, оның неше түрлі жаңадан салалары ашылып жатыр. Сондықтан да өміріміз ол оқу және оқу, іздену, талпыну. Сондықтан да әрбір мамандықтың өзіне сай, ол қатып қалған нәрсе емес, ол өзгереді, ол жаңарады. Ең бастысы біліммен, заманмен бірге өмір сүру. Кейде болады, үшінші психологтардың көмегіне жүгініп жатады. Ол психологтардың айтуына енді 100% сүйене беруде болмайды, өйткені ол тесттен өткізеді, жалпы баланың бағытын ғана белгілеп береді. Мысалға, жаңа басына айтып кеткендей, ол математикаға жоқ деген сияқты. Ол көбіне балаңызда творчестволы жағы басым екен деп айтып береді. Тек қана бағыт береді. Оның барлығы, мысалға психологқа бару бағытын белгілеп бергеннен кейін, сол бағытқа байланысты қандай мамандықтардың тізімін береді психолог. Мүмкін соған байланысты ақырындап іздеу. Бұл әрине мамандық таңдау қазіргі заманда бір жақтан болу мүмкін емес. Ол үлкен жұмыс. Бала мен ата-ананың арасындағы жұмыс. Мүмкін жазда бала өзінің болашаққа таңдап жүрмін деген немесе ойы түсіп жүрген мамандыққа байланысты әке-шешесіне айтатын шығар: әкетай, шешетай, мына осы бір мамандықты таңдап едім, мүмкін мен жазда біреуге қасына волонтер болып кірермін, көмекші болып кірермін, ақша таппасам да, бірақ ішінен көрейінші, бұл мамандық менікі емес пе деген сияқты. Өйткені біз қалай таңдаймыз? Кинолар арқылы білеміз мамандықтың қандай екені. Тек қана сырт әлпетіне байланысты ғана таңдаймыз. Жаңағы бір көршім сондай мамандықта жұмыс істейді, директор екен. Мамандығы кезінде филология екен. Сосын ол жаңа директор болды. Онда мен де болашақта филологияны бітіріп, кейін мен директор болам деген сияқты. Тек қана сырт әлпетіне ғана біз көбіне жаңағы қызығып мамандықты таңдап жатамыз. Ол да әрине дұрыс емес. Сондықтан да ішінен іздену керек, ішінен қарастыру керек. Кейде мен айтқан жолдардың барлығы, интернетте жазылған жолдардың барлығы мысалға жұмыс істемейді деген, оны қолдана алмайды бала. Ондай кезде көбіне шешілетін сұрақ ол ата-ананың айтқанымен кетеді, әдетте ондай балалар. Бірақ мысалға 5 жыл өтеді оқуында. Сол 5 жылда өз-өзіне деген сенімділігін, өз-өзіне деген күшін, ата-анасымен сөйлесуді сол 5 жылда ол шешіп шықса, сол жұмысында есейе келе ата-анасына қорықпай өз ойын айтуына жұмыс істесе, психологқа барар мүмкін. Ол әрине ең жақсы бір көмектердің бірі бұл психолог. Сонда ол өзінің ішкі сезімдерімен бөліседі, неге айта алмайды, кімнен қорқады, неге қорқады деген сияқты сұрақтардан жұмыс жасайды. Мүмкін 5 жылдан кейін егер бұл мамандық шын мәнінде де оған бақыт әкелмейді, оған табыс әкелмейді, оған ешқандай қызығушылығы әкелмесе, мүмкін сондай кезде ата-анасына жаңағы дипломын алып кеп, мінекей дипломдарыңыз, рахмет, төледіңіздер, көмектестіңіздер, қолдадыңыздар, бірақ менің өмірім
басқаша, мен өз өмірімді басқаша көремін деп, сол кезде өзі қаржылай жағынан, эмоция жағынан, жан күйі жағынан, тұрмыстық жағынан өзінің осы мысалға 5 жылда оқып жүрген кезінде тәуелсіз, ата-анасынан тәуелсіз болып шыққаннан кейін мүмкін сол кезде кейбір балалар күшін жинап ата-анасына айта алады. Ол да жақсы. Тым жоқ дегеннен мүмкін осындай жол оларға дәл қазір тиімді болуы мүмкін. Достар, бұл эпизод пайдалы болды деген үміттеміз. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.